Сәлем достар, әр апта сайын менің каналымда жаңа рецепттер шығады, сол үшін каналға тіркеліп қоямыз. Ал бүгін сіздермен таңғы асқа арналған сырники дайындаймыз. Ол үшін ыдысымызға 300 грамм сүзбені, бір жұмыртқаны және де бір ас қасық құм шекерді салып, блендермен жақсылап езіп аламыз. Ыдысымызға 2 ас қасық ұнды салып, жақсылап араластырамыз. Комоктар болмауы қажет. Доскамыздың үстіне ұнды сеуіп алып, жаңағы жасаған сырникиді ұнға салып малып аламыз да, қолдың көмегімен домалақ шарикке жасаймыз. Сөйтіп видеода көрсетілгендей етіп, оны үстінен басып, екі шетінде ұнға малып, осындай жұқа етіп домалақ жасаймыз. Сонда сырникиіміз тезірек пісетін болады. Сырникиді өзіңіздің қалауыңызға қарай қалың немесе жұқа етіп жасасаңыз да болады. Қалың етіп жасасаңыз отта ұзақ ұстау керек болады. Кейде ортасы піспей қалуы да мүмкін. Сол үшін менің кеңесім, жұқа етіп жасасаңыз тезірек піседі, әрі ортасы шикі болмай, сондай әдемі дәмді болып шығатын болады. Табамызға шамамен бір ас қасықтай сұйық май құямыз. Немесе оның орнына кәдімгі жеп жүрген сары майды да қолданса болады. Ең алдымен табамызды өте жақсылап қыздырып алуымыз керек. Сөйтіп астын өте баяу қоямыз да, жаңағы дайындап алған сырникиімізді осылайынан қойып шығамыз. Шамамен 1,5-2 минут аралығында піседі, яғни қызарғанға дейін отта ұстауымыз қажет. Пісіріп жатқан кезде міндетті түрде қақпағын жауып пісіреміз, сонда ортасы да пісетін болады. Сөйтіп екінші бетін аударамыз осылайынан. Тағы да 1,5-2 минут аралығында ұстаймыз. Сырникиіміз дайын болды, өте дәмді, сондай жұмсақ болып шықты. Таңғы асқа таптырмас ас болып табылады. Егер рецепт ұнаған болса, видеоның астына комментарий қалдырып, каналыма тіркелсеңіз, өте қуанышты болар едім.